тең бүйірлі үшбұрыштар тақырыбына байланысты 4-ші есеп. АВС тең бүйірлі үшбұрышының табаны асы тең 48-ге. Ал бүйір қабырғасы 30-ға тең. Сырттай сызылған шеңбердің радиусын анықтаңыз. АБС тең бүйірлі үшбұрышы. Бүйір қабырғалары бізде 30-ға тең. Ал табаны 48-ге тең. Осы үшбұрыштың сырттай сызылған шеңберінің радиусын анықтаңыз. Ол үшін мынандай формуланы еске түсірейік. Кез келген үшбұрышқа сырттай шеңбер сызатын болса, сол шеңбердің радиусын табу үшін үшбұрыштың барлық қабырғаларын өзара көбейтіп, 4 еселенген үшбұрыштың ауданына бөлу керек. Бізде үш қабырғасы да белгілі. Бұл жағдайда үшбұрыштың ауданын табудың ең тиімді жолы Герон формуласын пайдалану. Герон формуласы бізде мынандай болып жазылады. Сонымен ең алдымен үшбұрыштың ауданын тауып алайық. Бұл жерде P периметрдің жартысына тең. Яғни үш қабырғасының қосындысының жартысына тең. Периметрін табатын болсақ, 30-ға 30-ды болған 48-ді қоссақ, 108. 108-дің жартысы бізде 54. Сонда 54 көбейтілген 24, көбейтілген 24, көбейтілген 6. Бәрі түбірдің астында. Бұдан бізде 24 көбейтілген 6, көбейтілген түбір астында 9 шығады. Яғни 24 көбейтілген 6, көбейтілген 3. Сонымен берілгендердің радиусты табу формуласына қояйық. Үш қабырғасын өзара көбейтейік. 30-ды 30-ға және 48-ге көбейтіп, бұны бөлеміз 4 еселенген ауданға, яғни 24 көбейтілген 6, көбейтілген 3-ке. 24 пен 48 қысқарады. 6 мен 30-ды қысқартайық. 3 пен 30-ды қысқартайық. 2 мен 4-ді қысқартайық. 10 мен 2-ні қысқартайық. Сол кезде бізде 25-ге тең болады. Яғни берілген АВС тең бүйірлі үшбұрышының сырттай сызылған шеңбердің ауданы, шеңбердің радиусы бізде 25-ге тең деген сөз.